6-та 16-шы есептің біріншісі. А-ның 4-ші дәрежесі минус В-ның 4-ші дәрежесі. Бөлімінде А квадрат қосылған В квадрат тең. Алымын екі жақшаға жіктейміз. А квадрат минус В квадрат. А квадрат плюс В квадрат. Бөлімінде А квадрат қосылған В квадрат қалады екен. Қысқартып жіберетін болсақ, А квадрат минус В квадрат. Екіншісінде X-ның 4-ші дәрежесі минус Y-ның 4-ші дәрежесі. X квадрат минус Y квадрат. Алымын екі жақшаға жіктейміз. X-ның 2-ші дәрежесі қосылған Y-ның 2-ші дәрежесі. X-ның 2-ші дәрежесі минус Y-ның 2-ші дәрежесі. Жой жіберем, сонда бізде X-ның 2-ші дәрежесі қосылған Y-ның 2-ші дәрежесі қалады екен. Үшіншісі А куб минус В куб бөлімінде А-ның 4-ші дәрежесі минус В-ның 4-ші дәрежесі. Алымын қысқаша көбейту формуласы бойынша ашатын болсақ, А минус В А квадрат қосылған АВ қосылған В квадрат. Ал бөлімінде мынаны жақшаға жіктейміз. А квадрат минус В квадрат. А квадрат плюс В квадрат тең. Енді алым дәл сол қалпына жазалайық. АВ қосылған В квадрат. Ал бөлімінде мына бір жақшамыз екі жақшаға жіктейік. А минус В А плюс В. Екінші жақшамыз өзін жазып қоямыз. Сонда минустармен жақша жойылып кетеді де, бізде қалды А квадрат қосылған АВ қосылған В квадрат. Бөлімінде А плюс В А квадрат қосылған В квадрат қалады екен. Бұл бізде үшіншісі. Төртіншісін шарайық. А квадрат қосылған АВ қосылған В квадрат бөлімінде А куб минус В куб тең. Формула бойынша ашамыз. Алым дәл өзі қалпында тұрады. В квадрат. Формула бойынша А минус В А квадрат қосылған АВ плюс В квадрат. Жойылып кетеді. Сонда бір бөлінген А минус В. Келесі 6-та 17-ші есеп. Біріншісі 5А куб В қосылған 5А В-ның кубы бөлімінде А-ның 4-ші дәрежесі азайтылған В-ның 4-ші дәрежесі тең. Алымнан 5А В-ны шығарып жібереміз. Сонда қалды бізде А-ның квадраты қосылған В-ның квадраты. Ал бөлімнен бөлімін жақшаның сыртына емес, бұл қысқаша көбейту формуласы бойынша ашамыз. Сонда А квадрат минус В квадрат. Ал бөлімде А квадрат плюс В квадрат болады. Сонда қосу жақшалар қысқарады. Сонда бізде 5А А квадрат минус В квадрат болады екен. Екіншісі А-ның 4-ші дәрежесі В-ның 4-ші дәрежесі бөлімінде А В-ның квадраты минус А куб тең. Алымын формула бойынша ашамыз. А квадрат минус В квадрат. Дәл солай А квадрат қосылған В квадрат. Ал бөлімінен А-ның өзін жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Сонда қалды В квадрат азайтылған А квадрат тең. Енді алым дәл солай жазып алайық. Квадрат А квадрат қосылған В квадрат. Бөлімде минусты жақшаның сыртына шығарып жіберем. Минус А болады. Сонда А квадрат минус В квадрат болады.
тең қысқартып жібереміз. Сонда бізде қалды алымында а квадрат қосылған в квадрат бөлімде минус а қалды. Үшіншісі 2а қосылған 4 а куб плюс 8 тең. Енді 2-ні жақшаның сыртына шығарып жібереміз. А қосылған 2. Енді 8 деген сол 2-нің кубы. Сонда а куб қосылған 2-нің кубы болып тұр. Ол формула бойынша а қосылған 2 бірден формула салдым. А квадрат минус 2а қосылған 2-нің квадраты болып, сонда 4-ке тең болады. Тең. Мына екеуін қысқартып жібереміз. 2 бөлінген а квадрат минус 2а қосылған 4-ке тең болады деген нәтижесі. Енді мына жерде былай жаздық қой біз а куб қосылған 2-нің кубы деп жазып алдық. Осыны формула бойынша аштық. Сөйтіп қысқарттым. Келесі төртіншісі а-ның 4-ші дәрежесі минус в-ның 4-ші дәрежесі бөлімінде а куб минус в куб тең. Алым қысқаша көңіл формуласы бойынша ашам. А квадрат минус в квадрат а квадрат плюс в квадрат бөлімінде формулаға саламыз. Яғни а минус в а квадрат қосылған а в қосылған в квадрат формуласы бойынша. Енді мына бір жақшаны ашып жазайық. Сонда а минус в а плюс в. Екінші жақшаны өзін жазамын. А квадрат қосылған в квадрат. Бөлімін қайта жазып шығайық. А минус в а квадрат қосылған а в қосылған в квадрат. Мына екеуі жойылып кетеді. Сонда бізде қалды алымында а қосылған в а квадрат қосылған в квадрат бөлімге а квадрат қосылған а в қосылған в квадрат қалады екен. В квадрат қалады. Есебіміз келесі 6-та 18-ші есеп. Біріншісі а квадрат қосылған 2ав қосылған в квадрат бөлімінде 2а-ның 4-ші дәрежесі азайтылған 2в-ның 4-ші дәрежесі. Алымын а қосу в-ның жақша сыртында квадраты. 2-ні жақшаға шығарып жібереміз да, а-ның 4-ші дәрежесі азайтылған в-ның 4-ші дәрежесі деп жазыламыз. Алым дәл сол қалпында жазайық. А плюс в-ның жақша сыртында квадраты. Ал бөлімін жақшаны ашып жазамыз. А квадрат минус в квадрат. Енді дәл осының қосындысы а квадрат қосылған в квадрат. Тең. Енді қайта бір формула жақшаны ашамыз. А қосылған в-ның жақша сыртында квадраты. Бөлімде 2 а минус в а плюс в. Және екінші жақшаны қайта өзін жазып қойымыз. Жақшаны жабамыз. Тең. Квадрат мен жақшаның өзі кетеді. Сонда а плюс в бөлімінде 2 а минус в а квадрат плюс в квадратқа тең екен. Ол бізде біріншісі. Екіншісі 18-ші 1 минус 2х қосылған х квадрат бөлімінде х квадрат минус 1 тең 1 минус х-тің жақша сыртында квадраты. Алымы формула бойынша х минус 1 х плюс 1 деп жақшаны жіктеп жазамыз. Сонда минусты алдына шығарып жіберсек болады. Х минус 1-дің жақша сыртында квадраты.
x минус 1 x плюс 1 деп жақшаны жазып аламыз. Яғни квадратымен жойылып кетеді. Сонда минус x минус 1 жақшаның ішінде бөлімде x плюс 1 болады екен. Келесі үшіншісі. Так, 18-ің үшіншісі. 3n-ның квадраты минус 3m-ның квадраты. Бөлімде 6m-ның кубы қосылған 6n-ның кубы. Тең. Так, 3-ті жақшаның сыртына шығарып жіберем. Сонда n-ның квадраты азайтылған m-ның квадраты болады. Бөлімінде 6-ның жақшаның сыртына шығаратын болса, m-ның кубы азайтылған n-ның кубы болады. Тең. Екеуін де формулаға саламыз. Ал мұнда бөлімнің екеуін қысқартып жіберейік, 2 болады. Сонда n минус m, енді осының қосындысы n плюс m. Ал бөлімінде формула бойынша 2 қалды. Және формула бойынша бізде m плюс n минус ғой. Сонда берілгенде плюс екен. Мына жеріміз плюс. m-ның кубы, m-ның кубы. Енді формула бойынша m плюс n екінші жақшаға жіктейтін болса, азайту болады. m-ның квадраты азайтылған mn қосылған n-ның квадраты. Тең. Бөлшек сызығы плюстары жойылып кетеді. Сонда n минус m қалды. Бөлімде 2 және екінші жақшамыз қалды. m-ның квадраты минус mn плюс n-ның квадраты қалады екен. Плюс болды, минус болды. Дұрыс. Төртіншісін шығарамыз енді. a-ның төртінші дәрежесі минус b-ның төртінші дәрежесі. Бөлімде a квадрат минус v квадрат. Тең. Алымын екі жақшаға жіктейміз. a-ның екінші дәрежесі қосылған b-ның екінші дәрежесі. Және екінші жақша бойынша a квадрат минус v квадрат. Бөлімде a квадрат минус v квадрат жойылып кетеді екінші жақшамен. Сонда a квадрат қосылған v квадраттың өзі ғана қалады екен.